Бұрынғы енем тағы тұрмысқа шығатынымды естіп оқытып жүрген сияқты. Бір үйдің жалғыз қызымын. Менен кейін жалғыз бауырым бар. Ата-анам бізді елдің алды етіп өсірді. Әсіресе мен. Ешқандай қыздар мені ұнатпайтын, меніңше тәкаппарлығымнан. Ата-анам беделді кісілер болды. Үнемі қызмет бабымен алыс жақын елдерде сапарда жүреді. Ол кезде мен мектеп оқушысымын. Бірақ үйде жалғыз қалсақ та ешқайда қаңғырмайтынмын, өйткені ауылдасыма қатты ғашық едім. Ол менімен құрдас, бала махаббат қой. Бірақ киген киімін, жүрген жүрісін көріп бірден онымен сөйлескім келмей қалатын. Мен есік алдының шөбін жұлып көрген қыз емеспін. Нашарлау тұратын ауылдың келіншектері кеп жинап шөптерін жұлып берген үшін ақшасын төлейтінбіз. Мінезім өте нашар. Әбден ата-анамның менің айтқанымды істеп шыркөбелек жүргендеріне үйреніп қалғанмын. Бірақ мектепте үздік едім, жақсы оқитынмын сабақта. Білім грантын ұтып алып Астанаға оқуға кеттім. Тәкаппар, қырсық мінезіммен жоғары оқу орнында да ешқандай қызбен құрбы бола алмадым. Бірақ жалғыз групп баласымен сөзіміз жарасты. Мүмкін жерлес болғандықтан сабағымды өте жақсы оқыдым. Соңымнан жүрген жігіттер өте көп болды. Жүрдім де, сүйістім де. Бірақ қырсық мінезім жігіттерге ұнайтын. Болмашы нәрсеге тартысып сөз таласып қалсақ, мен қырсық қарамай жалынған сайын қырсығып, кешірмей кетіп қалатынмын. Талайы жылап қасыма келді. Мен болсам кешірмедім. Әттең, солардың көз жасы шығар менің бақытсыздығым. Маған тек мен еркелетіп, менің айтқаныма көне беретін жігіт ұнайтын, сыңайлы сол кездерде. Солай жасым 24-ке келгенде таңдай тазға жолықтым. Бұл өмір маған Алланың берген сынағы еді бәлкім. Мен тұрмысқа шықтым, ешкім зорлаған жоқ, құлақпен сүйіп қалдым. Тәтті сөздер мен бағалы сыйлықтарға ұштым. Өзімнен 4 жас үлкен жігіт мені қарамағына түсірді. Беделді жұмыста органда істейтінмін ол кезде. Солай пәк қыз болып ұзатылдым. Барған жерім кәдімгі ауыл. Мен өмірімде ошаққа тамақ істеуге болатынын, ыстық нанды үйде жабуға болатынын сол кезде көрдім алғаш рет. Бірақ барған күнімнен жігітімнен көңілім қалды. Өйткені ол маған көңіл бөлмеді. Ақ төсекте мен аялап өппеді. Мен ыстық құшақты сезініп, махаббатты сезіне алмадым. Мен ол үйге жай ғана қызметші сыңайлы барған сияқты едім. Қолмен кір жууды, газге су жылытып, үйдің ішіне шомылуды үйрендім. Үйде сиыр сауып, құрт жасауды да мен бәрін үйрендім, көндім, тек махаббатты сезіне алмадым. Жолдасым жұмысының ауысуына байланысты Астанаға кеттік. Ол жақтан ең арзан деген пәтерді әрең тауып орналастық. Менің жұмысқа орналасуым да оңай болмады. Жалақым өте аз. Жолдасым той жасаймын деп несие алған екен. Соны төлеп, пәтер ақынан төлеп, қалған ақшаны үйге тамағымызға жеткізуді де өмір үйретті. Ақшаның қадірін білдім. Нанның қадірін білдім. Көзім ашылды. Бірақ ата-анама ешқашан білдірген емеспін қиналғанымды. Айтсам, ата-анамның маған ұялып беруге қауқары жетіп тұр. Жолдасым мінезі ашық жарқын. Маған бір қабағын шытқан емес. Не айтсам, соны орындап жүгіріп жүреді. Ол да үйінің кішкентайы. Алдында 2 әпкесі, бір ағасы бар. Мен ауырсам қасымнан табылады. Бірақ мен оны сүймеймін. Бізде төсек қатынасы жоқ деп айтуға да болатын еді. Бір-бірімізге деген ынтықтық жоқ еді. Күліп ойнап тамақ жеп боламыз, бірақ төсекке жатқанда екеуміз 2 жаққа қарай жатамыз. Әріптес құрбыларым күнде күйеулерімен қалай қосылғанын айтса, сүйсінетінмін. Неге бізде жоқ екен деп ойлайтынмын. Жолдасыма айтсам, жұмыстан шыға сала саған ынтығып келемде, сені көрсем сенімен болғым келмей қалады дейтін. Ол сөзді маған есту өте ауыр еді. Мен қанша әсемденсем де, қанша киінсем де, ол менімен болғысы келмейді. Бірақ ешкім менде жүрмейді. Түзу барып жұмысынан уақытылы қайтатын. Бір тойға немесе отырысқа барсақ, үнемі мені әдемі етіп ертіп алатын. Міне менің келіншегім деп мақтанатын. Жолдастарының келіншектерінің бәрі 2-3 баладан туғасын ба әбіржіп шаршап қалған. Достары маған үнемі қызығатын. Бірақ мен қанша әдемі болып жүрсем де, әйел, ана бақытын сезіне алмадым. Соңғы кездері көп ұрсатын болдық. Мен жылап алатынмын, неге баламыз болмайды деп. Ол ішпейді, шекпейді, мінезі жап-жақсы. Тек бала мінезі бар еді де. Отырған жерде үнемі түртіп аяғын шымшып отыратынмын. Тексеріліп те көрдік, менде бәрі жақсы, ақау жоқ. Бірақ жолдасымды өте көп емдеу керектігін айтты врачтар.
3 жылдан аса емделді, нәтиже жоқ. Үнемі ұрсып қалсақ ол маған тіпті қарамайтын. Мен де сол. Біз бір-бірімізден қатты суып кеттік. Аяғымен шаршағанымды, оны сүймейтінімді, кеткім келетінін айттым. Ол мені жұбатудың орнына өзі шығарып салды. Мен солай төркініме қайта келдім 3,5 жыл дегенде. Әкем де, анам да құшағын жая қарсы алды. Қызым, сенің қайтып келеріңді сезген едік деп өксіп жылап алды. Іштері күйіп жатқанын сездім. Ата-анамның қасында қандай бақыт жүру деген. Бұл қуанышым 3-4 айға ғана созылды. Мен шынымен ата-анам болса да жалғыз сезінудемін өзімді. Бауырым үйленді. Бауырымның қызын сүйіп еркелетіп аламын. Кеш болса бәрі бөлмелеріне кіріп кетеді, ал мен жалғыз қаламын. Жолдасым артымнан келмеді іздеп. Ол да сүймейтіні рас екен. Осы ВК-дан неше түрлі страница ашып аламын, тауып алады, нөмірімді сұрайды, хабарласуымды өтінеді, бірақ өзі келмейді. Анасы ырымын жасап бір келіп кетті. Осылай жалғызсырап жүргенде сол баяғы алғашқы махаббатымды кездестіріп қалдым. Шынымен, махаббаттың тылсым күші бар екен. Жылап алдым оны құшақтай. Оның қалтыраған қолдарын ұстап, әбден өксіп жыладым. Оның да біраз жыл бұрын үйленіп ажырасқанын сыртта естіген едім. Ол да жалғыздықтан жабырқап жүргені маған сезілді. Солай күнде кездесетін болдық. Үнемі жұмыстан үйге алып кеп тастайды. Бір қолы рөлде, бір қолымен менің қолымды ұстап алады. Мен шынымен бақытты, махаббатты қайта сезгендей болдым. Осылай 3-4 ай кездесіп сезімге беріліп біз некесіз бір рет жақындасып қойдық. Ол темекі тартады. Сүйгенім соншалық темекі тартқанына да сүйсініп қарап отырамын. Оны жоғалтудан қатты қорыққаным соншалық қатты қызғанамын. Оның адал екенін білсем де болмашы нәрсеге ұрыс шығара беремін. Оны жалықтырып талған сияқтымын. Мінезімді дұрыстай алар емеспін. Оның үйі біледі мені, үйлендіреміз деп отыр. Менің анам да біледі. Бәрі шынайы, бірақ мен болмашыға оны кінәлап ұрыс іздей беремін. Өз-өзіме түсіне алар емеспін. Бірінші күйеуімнің мамасы мен жұмыс істейтін мекемеге келіп кетіп жүр. Түсінбеймін неге келіп жүргенін. Менің кабинетімді де сұрапты әріптестерінен. Есігім алдында келіп біраз тұрып кеткенде көргендер бар. Мені баласына қайтарғысы келіп, ескішілік істеп жүрген жоқ па екен деп қорқып отырмын. Өйткені мен соңғы кезде күйеуімді қатты сағынып жүрмін. Жігітіме жаңа хабарласып мені мазалама деп ұрыстым. Өзімде білмеймін неге олай айтқанымды. Ол шынымен хабарласпай кетсе не істеймін? Күйеуімді де сағынып болмашы қорқынышты түстерді көріп жүрмін. Шайтан қыздарды. Күйеуімді сүйген емеспін, бірақ неге бұлай болып жатыр екен? Өз-өзімді түсіне алар емеспін. Қатты ашуланшақ болып кеттім. Негізі ескішілікке сене бермейтін едім. Молдаға оқытылмай ойымды қалай тазаласам болады? Ақыл айтсаңыздар екен.